Парасатты түрде ақшаны қалай жинауға болады? Ақша, оны жинаудың қарапайым ережелерін білетін адамдарды жақсы көреді. Клейсон. Маған көрсетілген ақша басқару жолын мен сіздерге көрсеткім келеді. Алдымен табысыңызды арнайы схема бойынша қарастырайық. 100% айлық табыс, 55% компания шотына, 45% өз шотымызға, 10% болашақ үшін, 10% көңіл көтеруге. Сіз ақшаны басқаруды үйренген кезде, ақша сізге өзі келеді. Ақша онымен жұмыс істей алатын адамға ғана келеді. Егер сіз ақшамен не істеу керектігін білмесеңіз, тиіспеңіз. Алдымен нені қалай істеу қажеттігін үйреніңіз. Содан соң ғана істеңіз. Сіздің айлық табысыңыз тұрақты кіріс емес, өз еңбегіңізбен, қабілетіңізбен, біліктілігіңізбен табылатын ақша делік. Және ол сіздің жұмысыңызға байланысты өзгеріп отырады. Сіз ақшаны пәтерақыға, тамақтануға, ауруханаға, оқуға, балабақшаға, киінуге, тамаққа жұмсайсыз. Көңіл көтеруге және демалуға ақша жетпейді. Сіздің айлық табысыңыздан не қалады? Тәртіпсіз қаржы жоспары. Біз солай істейміз. Солай сәтсіз адамдар жасайды. Олар былай дейді: көп тапсам бірдеңе қалады, онда жинай бастаймын. Алайда сіз көп ақша тапқан сайын көп жұмсайтын боласыз. Ештеңе өзгермейді. 6000 жылдай бұрын Вавилон ең бай қала болған. Ол бұған бір адамның көмегімен жетті. Ол адам білім үйін салды. Бір күні одан барлығы бай болғысы келеді. Барлығында бірде мүмкіндік болады. Бірақ біреулері бай, біреулері кедей болып қалады. Олардың айырмашылығы неде деп сұрайды. Ол адам былай деп жауап береді: байлар біздің қажетті шығындар деп айтатын заттарды біледі. Оның айтқысы келгені келесідей. Сіздің табысыңыз тұрақты түрде өсіп келеді дейік. Өткен айда сіз $300 алдыңыз және осы сомаға өмір сүрдіңіз. Осы айда сізде $500 болды. Сіз барлығын жұмсадыңыз. Келесі айда сіздің табысыңыз $1000-ға дейін өседі және сіздің қажеттіліктеріңіз де дәл осы сомаға лайық өседі. Тіпті сіз $2000 тапсаңыз да, сіздің шығындарыңыз жаңа деңгейге көтеріледі. Бірақ сіз $500-ға да жаман өмір сүрген жоқсыз ғой? Неге олай болады? Себебі сіздің араныңыз ашылып, одан сайын қажеттіліктеріңіз көбейе береді. Ешқашан тұтынушылық шығынға шоғырланбаңыз. Бір үнді данышпаны былай деген екен: бұл өмірдің қызықтыратын заттары теңіз суы секілді. Адам оны көбірек ішкен сайын соғырылып шөлдей түсесің. Сіз көкөніс, жеміс, азық-түлік немесе киім сатып алғанда, сіз оларды өсірген немесе жасаған адамның табысын көбейтесіз. Себебі кез келген шығын басқа адамның кірісі. Адамдар неліктен көп ақша тапқан сайын көп шығын шығарады? Олар келесі айда одан көп табам деп үміттеніп, көп шығынданады. Шын мәнінде оны қалай істейтіндер әлі ойланбайды да. Табыс неліктен көбеймейді? Себебі тұлғаның деңгейі кірістің жоғары деңгейіне сай емес. Табыс деңгейі тұлға деңгейінен аспайды. Бұл адамдар ақшаны басқаруды білмейді. Үлкен ақша тауып, оны сақтауды да білмейді. Әлемге төлемей тұрып, өзіңе төле. Тіпті ауқатты адамдардың өзі неліктен ертеңгі күніне сенімді болмайды. Олар джип айдайды, мейрамханаларда болады, сонда да көңілсіз киіпте жүреді. Олар қымбат киім киіп жүреді. Алайда егер 2-3 айда істері төмен құлдырап кетсе, олар кредиттерін төлей алмай қалады. Егер бұл 1 жылға созылса, олар қиындыққа тап болады. Бұл оларға тыныштық бермейді. Себебі олар өздеріне төлемейді. Ауқатты адамдар басқаша жасайды. Олар алдымен белгілі соманы жинайды, ал қалғанын жұмсайды. Сондықтан есіңізде сақтаңыз: әлемге төлемей тұрып, өзіңізге төлеңіз. Керісінше жағдайда сіз балаңызға немесе әйеліңізге жақсы көретініңізді айта алмайсыз. Олар сіздің махаббатыңызды сезіну үшін сізге барлығын жасау керек болады. Әрқашан қимылдап дәлелдеуді қажет етеді. Сондықтан біз шоттың моделін құрдық. Ол мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Ол бойынша сіз өз-өзіңізге бастықсыз және жалдамалы жұмысшысыз. Сіз тауып отырған ақшаңыздың жалпы сомасының 10%-ы болашақ үшін жинауыңыз қажет. Бұл сіздің ақшаңыз емес. Бұл сіздің арманыңыздың ақшасы. Оны тиісуге сіздің құқығыңыз жоқ. Тағы 10% демалыс пен көңіл көтеруге сақтаңыз. Егер сіз бір жаққа барғыңыз келсе, көңіл көтеру шотын пайдаланыңыз. Егер сіз біреуге сыйлық алуыңыз керек болса, көңіл көтеру шотын пайдаланыңыз. Сізге жүйе қажет. Жүйеге келтірсеңіз болды, барлығы өзінен өзі жұмыс істейді. Сонда ақша сізге өзі келіп, жүйенің бөлігіне айналады. Сол кезде ауқатыңыздың өсіп жатқандығын өзіңіз байқайсыз.
Есебімізге оралайық. Енді қалған соманы 100% деп есептеп, осы соманың 55%-ын компанияға бөлеміз, ал қалған 45%-ын өз шотымызға қалдырамыз. Кейде сіздің кірісіңіз 1,5 есеге өсіп, содан соң бұрынғыдан да төмен деңгейге түседі. Неліктен? Себебі сіз өзіңізге жауапкершілік ала алмадыңыз. Сіздің табысыңыз $1000 делік, 10% $100. Бұл сіздің болашағыңыз. 10% $100 көңіл көтеру. Қалған $800-ды 55% $440 компания шотына және 45% $360 өз шотымызға бөлеміз. Тіпті бұл сома бір рет кафеде отыруға жетпесе де, сол 10% артық болмайтын соманы жинаңыз. Ақша оны іске қоса алатын адамға келеді. Ол бұл білімді тыңдап қана қоймай, оны жүзеге асыра білу қажет. Егер сіздің энергияңыздың 4/3 үйлесімде болмаса, қандай ақылды болсаңыз да ақша сізден кетеді. Сондықтан олар бір-біріне сай болуы тиіс. Бірінші ережені есте сақтаңыз. Кіріс тұлғаны даму деңгейін ұлғайтпайды. Алайда тұлғаның даму деңгейінің өсуі кірісті көбейтеді. Адам өз болашағы үшін жауапкершілікті сезінбесе, табыс азаяды. Қанша ақша тапсаңыз да сіздің шығындарыңыз табыспен бірдей бола береді. Мен көрсетіп отырған есеп моделі сізге мұны жеңуге көмектеседі. Ол бойынша сіз өз табысыңыздан тіркелген жалақыны бөліп ала алатын жалдамалы жұмысшысыз және сіздің шығындарыңыз бұрынғыдай өсе түспейді. Бұл дегеніміз, егер сіз келесі айда көбірек табыс тапсаңыз, компания шотына көбірек ақша түсіресіз, ал 45% әрқашан өз шотыңызға саласыз. Себебі сіздің жұмыссыз қалатын күніңіз болуы мүмкін, және ол сізге сол кезде қажет болады. Мұның барлығы не үшін жасалынады? Шығын деңгейін өсірмеу үшін. Табыс көбейе берсін, бірақ шығын сол күйінде сақталуы тиіс. Ал сіздің жалақыңыздың бүгінгі сомасын қалай анықтауға болады? Бүгінгі ай мен күнді жазыңыз, және дәл 1 жыл бұрынғы күннен бастап бүгінге дейін есепте жүргізіңіз. Осы жылы қанша ақша тапқандығыңызды есептеңіз, осыдан 45%-ын алып тастаңыз, шыққан соманы 12 айға бөліңіз. Бұл сан сізді қуанта ма, жоқ па, сонда да сіз қойылған ережелерді орындауға тиіссіз. Және шыққан сома сіздің ай сайынғы тіркелетін жалақыңыз. Егер бай болғыңыз келсе, одан көп жұмсауға сіздің құқығыңыз жоқ. Бұл сан қанша аз болса да, сізге ұнамаса да оны ұстануыңыз қажет. Сіздің таңдауыңыз өз күшін қолданбайынша ешкімде қаншалықты күшті екендігін білмейді. Енді сізде алынған ақпарат бойынша таңдау жасау мүмкіндігіңіз бар. Есеп моделін қолдана отырып, ақша жинауды бастау және өз өміріңді өзгерту жөнінде шешім қабылдау, немесе ештеңені өзгертпей сол күйінде қалдыру. Кез келген жағдайда сіз шешім қабылдауыңыз керек, басқа жол жоқ. Біреулері бастапқы мақсат онда үлкен емес, сандар қуантпайды деп ойлауы мүмкін, бірақ бұл үлкен ағаш өсіп шығатын дән ғой. Әрбір адам бір алмада қанша дән бар екендігін есептей алады. Ал сол дәндерден қанша алма ағашы шығатын есептей алмайды. Сондықтан шыққан сан бірінші дән болып табылады. Сіз жақсы және лайықты өмір сүруіңіз мүмкін. Егер аз жинасаңыз, бүгінгі күні сома аз болып көрінеді. Ал егер мүлдем жинамасаңыз, екінші бағыттағыдай өмір сүресіз. Яғни, бір деңгейде тұрасыз. Ал егер аз жинасаңыз, онда сәл көтеріліп жақсы өмір сүре бастайсыз. Аз уақыттан соң жақсы нәтиже болады, өсесіз. Бұл сіздің өсуіңіздің жақсы көрсеткіші. Бірақ егер ештеңе істемесеңіз, ештеңеге қол жеткізбейсіз. Айырмашылық міне осында. Тіпті аз ғана жинақтаудың өзі жағдайды өзгертеді. Боди Шефер Сингапурдағы семинардан кейін бір адам қасына келіп былай дегенін айтады. Білесіз бе, маған сіздің айтқандарыңыз ұнады. Бұл дұрыс, алайда менің жинайтын ақшам жоқ. Тапқан ақшам өмір сүруге әрең жетеді. Ол терең тыныс алып, қалтасынан темекісін шығарады. Боди Шефер оған қарап тұрып былай деп сұрайды. Сіз темекі тартасыз ба? Онсыз қалай, деді әлгі адам. Сонда Шефер калькуляторды алып,
осы адамның 18-60 жас аралығында темекі тартпаса қанша ақша жинайтындығын есептейді. $43,000 шығады. Орта есеппен $2 есептейді, бірақ сонда да мен одан да темекі тартам дегенді естейді. Сонда Боды Шефер пайызын әлі қоспағандығын айтады. Пайызы да бар ма деп әлгі адам таңданады. Сонда Боды Шефер егер дұрыс жинақтаса, онда жыл сайын соманың өсетінін түсіндіреді. Ең жоғарғы пайыздар соңғы 5 жылда болады. Тіпті Иса пайғамбардың өзі соңғылар бірінші болар, ал біріншілер соңғы болар деген жоқ па? Қалай ойлайсыз, егер ол жылдық 14%-да жинаса, онда қанша ақша болар еді? $4,5 миллион. Егер сіз күніне $1-дан 8% жинасаңыз, 30 жылда бұл дегеніміз $1,800,000, $2 миллион жетеді. Әдетте адамдар күніне $1-дан артық жұмсайды. Сондықтан аз болса да жинақталған ақша жағдайды өзгертеді. Алайда сізге бұл мүмкін емес сияқты көрінеді. Сізде бірден шотыңызға $10,000 салу керек. Банкке 100 немесе тіпті $500 үшін баруды қажет не? Оларды үйде сақтауға да болады. Бірақ аз ақша да жағдайды өзгертеді. Боды Шефер егер сізді 45% қанағаттандырмаса, сіз көп ақша тапқанда оның да өсетіндігін айтқан. $500-дың 45%-ы аз ақша болғанымен, $5,000-дың 45%-ы бірталай ақша екендігімен келісесіз ғой. Сондықтан Иса пайғамбардың айтқанын істеңіз. Ол 2 есе артық істе деген. Мен артық істеуге шешім қабылдадым. 3 жыл жинауға тура келетіндігіне көндім. Нақты соманы жаздым. Ол аз болып шықты, мен оған да көндім. Бастапқы сома қанша аз болса, сізге бұл шындықты түсініп қабылдау қажет. Егер 45%-дан артық ақша қалатын болса, болашақ ақшаңызды 15%, содан соң 20, 25, 30, 40, 50%-ға дейін көтеріңіз. Ал көңіл көтеру сомасын 10%-дан асырмаңыз. Осы шоттағы сома көбейе берсін. Мысалы, $10,000-дың 10%-ы бірталай ақша. Сіз бүгін өмір сүріп отырсыз, денсаулығыңызға жұмсаңыз, бірақ жаңа мүмкіндіктеріңізді теріс пайдаланбаңыз. Лайықты өмір сүріңіз. Себебі сіз көп ақша тапқан кезде сіздің айналаңызда басқа адамдар, басқа контингент болады. Сізге басқаша киінуге, жақсы жерлерге баруға тура келеді. Шығындар әрине көбейеді. Сіз осыған дайын болуыңыз керек. Сондықтан сіз қанша көп тапсаңыз да көңіл көтеруге 10% жетеді. Біз бүгін өмір сүреміз. Сондықтан кейде өзіңізді және жақындарыңызды қуантуды ұмытпаңыз. Алайда 55% компания шотына аударуды ұмытпаңыз. Аз ақшадан жинасаңыз, қанша болатындығын есептеп көріңіз. Қарыздар. Егер сіздің қарыздарыңыз бар болса, жағдай өзгереді. Мұндай жағдайда былай істеу керек. Ай сайын 10% болашаққа, 20% қарызды өтеу үшін жинаймыз. Қалған соманы сол 2 шотқа бөлеміз. Көңіл көтеру үшін шот болмайды. Қарыздарыңыз бар болғанда қайдағы көңіл көтеру? Қарыз алып жеңіл өмір сүре беретін және демалысты да жоспарлайтын адамдарды кездестірдіңіз ба? Адамдарда ерекше әдет болады. Оларда қарыз болса, көңіл көтеру арқылы көңілін басқа заттарға бөледі. Мынадай ереже бар. Қарызы бар адамнан ештеңе алмаңыз және сатып алмаңыз. Бұл қасиетті кітапта жазылған. Сіздің қарыз бойынша стратегияңыз мынадай болу керек. Егер сіз туысыңыздан қарыз алсаңыз, тез өтесем жақсы болады деп ойлайсыз. Және осыны тез жүзеге асыруға тырысасыз. Жалақыңызды алған сәтте осыны жасайсыз. Бірақ сізге келесі айға дейін өмір сүру үшін тағы да басқа біреуден қарыз алуға тура келеді ғой. Онда айырмашылық неде? Сондықтан қарызға тек 20% жинау керек. Егер кредиторлар ренжісе, бөлікпен алғыңыз келмесе, жиналғанша күте тұрыңыз деп айтыңыз. Бірақ ешқандай қарызға қарамастан ай сайын 10% болашаққа жинаңыз. Бұл сіздің сенімді әрі қауіпсіз сезініп жүруге көмектеседі. Және тіпті аз жинақтың өзі жағдайды өзгертетінін ұмытпаңыз. Егер сіз өзіңізді осылай жаттықтырсаңыз, сізге қимыл мен ойлаудың белгілі стереотипі қалыптасады. Мысалы, сіз қарызыңыздан құтылғаннан кейін санаңызда қалыптасқан ереже бойынша болашағыңыз үшін 10% емес, 30% жинай бастайсыз. Осы сәттен бастап сіздің жинағыңыз 3 есе арта бастайды. Қарыз болу да пайдалы болып тұр. Өз уақытында ол сізге қажетті тәжірибе берді және сіз қажетті нәтижеге келдіңіз.
Есеп моделі бойынша жүйе жасауыңыз керек. Сізде қанша ақша бар екендігі маңызды емес, жүйе маңызды. Егер сіз менде әзірге ақша аз, көп болғанда жүйе құрам десеңіз, онда сіз өзіңізге сенбейсіз. Олай тек өз болашағына сенбейтін сәтсіз адамдар ғана айтады. Бірақ егер сіз өз болашағыңызға сенбесеңіз, не үшін өмір сүресіз? Егер сіз өз өміріңіздің сапасын жоғарылатамын дегенге сенбесеңіз, оқудың не қажеті бар? Егер сіз өз мемлекетіңізге, президентіңізге, әйеліңізге, немесе күйеуіңізге сенбесеңіз, сол адаммен бақытты болатыныңызға сенбесеңіз, мұның несі өмір? Өзіңіздің алдаудың не қажеті бар? Ертеңгі күні бай болам дегенге сенбесеңіз, жинаудың не қажеті бар? Көпшілігі біз қара күнге жинаймыз дейді. Бізді солай үйреткен, яғни черный день. Туыстарымыз қиын күндері қиналмау үшін ақша жинаңдар деген, біздің санамызда ақша қиын сәттерде көмектеседі деген ой сақталып қалған. Бұл олай емес. Біз жарқын болашаққа сенуіміз қажет. Сондықтан біз ақша жинаған кезде өзіміз армандаған, ойлаған өмірдің бейнесін құрамыз. Ерте ме, кеш пе, әрбір адам солай жасайды. Өзіңізді құспын деп елестетіңізші. Бір қанатыңызды үміт, екіншісін қорқыныш деп атаңыз. Сіз еркін ұшудың ләззатын сезіну үшін ұшасыз, немесе сізді ұшуға өмір мәжбүр етеді. Сіз қорыққаныңыздан ұшасыз, ол кезде ұшудан ешқандай ләззат алмайсыз. Сіздің блокнотыңызға сіз ақшаны басқаруды үйренген кезде ақша сізге өзгеледі. Ақша онымен жұмыс істей алатын адамға келеді. Бір үнді данышпаны былай деген: бұл өмірдің қызықтыратын заттары теңіз су секілді. Адам оны көбірек ішкен сайын соғұрлым шөлдей түседі. Ауқатты адамдар алдымен жоспарланған соманы жинайды, қалғанын жұмсайды. Әлемге төлемес бұрын өзіңе төле. Табыс тұлғаның даму деңгейін жоғарылатпайды, ал тұлғаның даму деңгейінің дамуы табысты өсіреді. Егер сіз күнде $1 8% жинасаңыз, 30 жылда бұл 1,8 миллион 2 миллион долларға жетеді екен. Бірақ ешқандай қарызға қарамастан ай сайын 10% болашаққа жинаңыз. Бұл сіздің сенімді әрі қауіпсіз сезініп жүруіңізге көмектеседі. Біз ақша жинаған кезде өзіміз армандаған, ойлаған өмірдің бейнесін құрамыз. Есеп моделі бойынша сіз жүйе құруыңыз керек. Сізде қанша ақша бар екендігі маңызды емес, маңыздысы жүйе. Уақыт өте келе сіздің санаңыз тәртіпке үйренеді, және жүйе өзінше жұмыс істей береді. Инвестициялау жолы қандай? Тыңдасаңыз, сіз ұмытасыз. Қарасаңыз, есте сақтайсыз. Жазсаңыз, түсінесіз. Конфуций. Қаржылық қорғаныс, қаржылық қауіпсіздік, қаржылық еркіндік. Көпшілік адамдарды қайда, не үшін инвестициялау деген сауал мазалайды. Ақшаны басқаруды үйренсеңіз, олар өзі сізге көп мөлшерде келеді. Міне сол кезде инвестициялау туралы біліміңіз қажет болады. Себебі көпшілік адамдар артық ақшамен не істеу, қайда салу керектігін, шынайы жағдайды қалай бағалауды білмейді. Сондықтан оны түрлі ұсақ заттарға жұмсайды. Тек кейіннен ғана өз ақшасын іске салып, пайда табуға болатындығын ойлайды. Алайда барлығы кеш. Ақша жұмсалып кеткен. Алтын жұмыртқа туатын тауық туралы нақылды есімізге түсірейікші. Бір шаруа өзінің тауығының алтын жұмыртқа туғанын көреді. Ол сенбей жұмыртқаны қолына алады. Ол шынымен алтын болады. Ол зердешке барып жұмыртқаны көрсетеді. Ол оған ақша береді. Келесі күні тағы сол жағдай қайталанады. Тауық қайтадан алтын жұмыртқа туады. Бұл жағдай шаруаның шыдамы таусылғанша созылады. Сөйтіп ол оны қалай жасайтындығын білу үшін құсты өлтіруге шешім қабылдайды. Ол тауықты өлтіреді, алайда оның көргені тек тағы бір алтын жұмыртқа болады. Сіздің салымнан алатын кірісіңіз алтын жұмыртқа. Бізге алтын жұмыртқа туатын өзіміздің тауығымызды салу қажет.
Бізде біраз ақша жиналғанда, тауықты өсіруге мүмкіндік туғанда, біз жаңа киім, машина сатып аламыз, сол уақытта аса қажетті заттарды аламыз. Жақын жерде демалу мүмкіндігі болса да, шетелде демалғымыз келеді. Егер пәтер, машина, алтын бұйымдар сатып алсақ, бай болып кететіндей көрінеміз ғой. Бұл олай емес. Қымбат көлік айдап, қымбат костюм киіп, алтын бұйымдар тағатын адамдардың шотында әдетте ақша болмайды. Себебі ақшаны жұмсау оңай. Көпшілігі жақсы ақша тауып, оны аз уақыт ішінде жұмсап тастағанша бай болады. Ақшаны табу сақтау мен көбейтуден оңай. Сіз ақылсыз бай адамды білесіз бе? Жоқ. Екінші курстың студенттері профессордан артық білеміз деп санайды. Ал сержант өзін майордан ақылдымын деп есептейді. Кейде көшеде тұрған сержанттан гөрі генералмен ортақ тіл табысу оңай болады. Және бұл жиі кездеседі. Неліктен? Себебі маңызы төмен адамдар әрқашан өз маңыздылығын нақтылағысы келеді. Сондықтан сізге алтын жұмыртқа туатын өз тауығыңызды жасау керек. Сізге бір айда күшті болмаса да дұрыс өмір сүру үшін қанша ақша қажет? Соны есептеп көріңіз. Тіпті кірісіңіз 2-3 есе артса да осы сомаға өмір сүру керек. Бір күні менің семинарыма бір қарапайым әйел келді. Ол барлық тренингтерге қатысқан, жақсы әрі үлкен құлшыныспен оқыды. Оның қанша ақша табатындығы туралы сұрағанымда, ол байыпты түрде 10 000 теңге деп жауап берді. Мен қатты таңқалдым. Содан менің семинарыма ақшаны қайдан алатындығын сұрады. Ол алғашқы қадамнан ақ өмірді жақсарту үшін бірдеңені өзгерту қажеттігін түсінгендігін айтады. Ол кір жуатын машинаны сатып алу үшін кредит алып, ақшасын өз оқуына, яғни өзіне жұмсайды. Ең жақсы салым өзіңе салынған салым. Мұны ештеңемен салыстыруға болмайды. Тіпті балаңыздың оқуымен де. Неге кейбір адамдар өз балаларына көңілі қалады? Себебі өзі барлығынан бас тартады да, дұрыс тамақтанбай, дұрыс киінбейді, өз қолдарындағы барын балаға салады. Ал бала өсті де, сендер сонша ерекше не істедіңдер? Қалған ата-аналар не істесе соны істеген сияқтысыңдар дейді. Баласы олардың жанкештілігін түсінбейді. Және ата-анасы істегеннің барлығын міндетті, істелуі тиіс зат ретінде қабылдайды. Мұны естіген ата-аналардың көңілі қалады. Өзіңе салған инвестициядан артық зат жоқ. Әлемде сізді өкінішке алып келмейтін екі зат бар. Біріншісі Құдайға сыйыну, екіншісі өзіңді құрметтеу. Оны ешкім ешқашан ұрлай алмайды. Ол сізбен мәңгі қалады. Айына $200 өмір сүретін адамдар бар екендігін біле ме? Бір ай ішінде өмір сүре алатын сомаңызды анықтап көріңізші. Және өз қаржылық жоспарыңызда алтын жұмыртқа туатын тауық құруға тырысыңыз. Сіздің бұрынғы жоспарларыңыздың барлығы ақшаны жұмсау үшін жасалынған. Қазір сіз қаржылық жоспардың шығын жоспарынан шын мәнісінде несімен ерекшеленетінін түсінесіз. Бірінші, қаржылық қорғаныс. Бір орташа жанұя өмір сүре алатын сома $500 алайық, е? Кез келген басқа жанұяны алсаңыз да болады. Бұл соманы 6-ға көбейтіңіз. $3000 болады. 6 саны айларды білдіреді. Ал $3000 жарты жылда жанұяны асырау үшін қажетті сома. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз, егер сізде осы сома болса, сіз өзіңізді сенімді сезінесіз. Сіз тынышталасыз. Сіздің ішкі қорқынышыңыз болмайды. Қандай жағдай болса да, жұмыстан шығарып жіберсе де, денсаулық нашарлауы болса да, сіз жанұяңыздың жарты жыл бойы бұрынғы қалыпты түрде өмір сүретініне сенімді боласыз. Және сіз осы кезеңде сіздің жанұяңыз қаржылық түрде қорғаулы екенін түсінесіз. Кейбір адамдарда мұндай сома бұрыннан бар. Ал сізде болмаса ше? Онда кафе, мейрамхана, арақ, темекі, демалыс дегендерді ұмытыңыз. Оның барлығын осы сома жиналғанша тоқтатыңыз. Ешқандай көңіл көтеру, қымбат опа, далап деген болмау тиіс. Тек тамақ пен қажетті затқа ғана ақша жұмсалу тиіс. Осы соманы жинамайынша сіздің демалып көңіл көтеруге құқығыңыз жоқ. Ал енді осы соманы 12 айға көбейтейік, $6000 шығады. Егер біреулерде осындай ақша болса, жақсы. Ал қалғандары үшін жоғарыда көрсетілген ережелер мен шектеулер қойылады. Себебі жарты жылға жететін сақталған ақша аздық етеді.
Сондықтан ең жақсысы 1 жылға жететіндей ақшаны сақтап қою. Сол уақыт аралығында егер сізді қызметтен қысқартқан болса, басқа жұмыс іздеп табуға мүмкіндік болады. Міне осы қаржылық қорғаныста болу деп аталынады. Автомобиль немесе мүлікті сақтандырудан мысал келтіруге болады. Статистика бойынша сақтандырылған көлікке ештеңе болмайды. Сақтандыру агенттіктері көрсеткен жағдайлардың 90%-ы сақтандырылмаған көліктермен болады. Неге екенін білесіз бе? Себебі сіз көлігіңізді немесе басқа мүлкіңізді сақтағанда орнына сенімділік пен ішкі тыныштыққа ие боласыз. Өз материалдық жағдайыңызды сақтандырғанда тұрақсыз болашақ қаупі қорқынышынан алыс боласыз. Мысалы, бір әйелге жақында инфляция болып, барлығы қымбаттайды дегенді естиді. Және барлық жинаған ақшасына болашақта қажет болады деген заттар сатып алыпты. Оларды үйіне алып барып тығып қояды. Ал жұмысынан үйге оралғанда үйін тонап кеткендігін көреді. Оның таңданысында шек болмайды. Неліктен бұл жағдайда дәл сол әйелмен болды? Себебі өз санасында ол болашақта болатын қиыншылықтан қорқыныш сезімінде болды. Ол қорқынышы арқылы жағымсыз жағдайларды өзіне тартты. Ал сақтандырылған адам қорқып қобалжымайды. Оның санасы күмәндану мен жағымсыз уайымнан алшақ болады. Ол еркін, әрі жинақы болады. Қажетті сома жиналғанда оны банкке бөлік шотқа салыңыз. Оған басқа ақша қоспаңыз. Сол кезде сіз нақты соманы білетін боласыз. Ал әзірше шығындарыңызды шектеп, жоспарланған пайызды жинауыңыз қажеттілігімен көндігіңіз. Бұл сіздің отбасыңыздың қаржылық қорғанысы үшін қажет. Егер кенеттен сіздің бизнесіңіз қиындыққа ұшырап, кірісіңіз азайса, сіз тыныш, бейғам боласыз. Себебі ондай жағдайда шотыңыздағы ақшаны алып, отбасыңызды қажетті заттармен қамтамасыз ете аласыз. Сондай-ақ бұл ақшаның сіздің бизнесіңізге қатысы жоқ. Тек отбасылық бюджет екендігін ұмытпаңыз. Ақша қолма-қол болуы тиіс. Бұл сомаға тиіспеңіз. Қандай жағдай болмасын, ол ақшаны алмаңыз. Егер де белгілі жағдайларға байланысты ол соманы алып қойсаңыз, тезірек қайта толықтырып қойыңыз. Инвестициялау жолы. Қаржылық қорғаныс. $500 көбейтілген алдыға бұл $3000. $500 айлық кіріс. 6 ай. Ақшаның бір қасиеті бар. Құдайдың қасиетті кітапта жазғандарын есімізге алайықшы. Кімге берілсе, сонда өседі. Ал кімге берілмесе, соныкі азаяды. Бұл заң осы жерде де жүзеге асады. Белгілі сома жиналған кезде кірісіңіздің қалай ұлғайғанын байқамай қаласыз. Жаңа ұсыныстар түсіп, жаңа мүмкіндіктер ашыла бастайды. Табыс көбейеді. Себебі бұл өмірдің заңы. Кімге берілсе, сонда өседі. Ал кімге берілмесе, соныкі азаяды. Екінші, қаржылық қауіпсіздік. Енді $500 бір ай көлемінде өмір сүруге жететін сома болуы тиіс. Осыны алайық. Оны 150-ге көбейтейік. Бұл ережені Бода Шефер жасап шығарған. Математикадағы Пифагор формуласы есіңізде ме? Бұл формула тұрақты және ешқашан өзгермейді. Осы сияқты Бода Шефер де қаржылық қауіпсіздік үшін қажетті тіркелген соманың есебі үшін ереже ойлап тапты. Яғни, қаржылық еркін болу үшін, қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін сізге біртіндеп $75,000 жинау керек. Дәл осы сомамен сіз өз отбасыңызға қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етесіз. Егер сіз осы соманы банкіге 8% жылдық пайызбен салсаңыз, жылына $6,000 алып отырасыз. Егер бұл соманы 12 айға бөлсе, онда ай сайынғы $500 төлем шығады. Егер сіз $75% жинақтасаңыз, сіз өзіңізді қаржылық қауіпсіздікпен қамтамасыз ете алатындар қатарына кіресіз. Енді сіз өмір бойы жұмыс істемесеңіз де, ай сайын банктен жиналған пайызыңызды алып, қалыпты өмір сүре аласыз. Сонымен қатар мынаған назар аудару керек. Сіз алдымен $6,000 жинап, қаржылық қорғанысқа ие болдыңыз, содан соң ғана келесі сома $75,000 жинай бастадыңыз. Шотыңыздағы осы сомамен сіз қаржылық қауіпсіз адам болдыңыз, себебі жұмыс істемей-ақ ай сайын банктен $500 көлемде ақша алып өмір сүре аласыз.
Енді сұраққа жауап беріп көріңізші. Егер сіз осы ережелерді 5 жыл бұрын білсеңіз, осы ережелерді қолданып қаржылық қорғанысы бар адам болар ма едіңіз? Я, әлде жоқ па? Көп адамдар тіпті ойлау деңгейінде өзіне бай адам болуға рұқсат бермейді. Бай адамдар сияқты ойлай алмайды. Сонда мен сіздерге ақшаны қалай табу жайлы емес, оны қалай басқару қажеттілігі жайлы айтып отырмын. Себебі алдымен дәнді отырғызатын орынды дайындау қажет. Дәнді асфальтқа сеуіп көріңізші, ол ешқашан өспейді. Осы ережелер жайлы алғаш рет ескергенде мен мүмкін осы ақшаны жинасам, 20 жылдан кейін сол соманы $75,000 жинайтын болармын деп ойлағам. Мен шынымен де ол ақшаны жинау үшін сонша уақыт қажет болады деп ойладым. Алайда мен мақсатты түрде талмай жұмыс істей бастағанымда 1,5 ай ішінде қаржылық тұрақтылыққа ие болып қатты таңқалдым. Келесі 8 ай ішінде қаржылық қауіпсіз адамға айналдым. Оның қалай болып жатқанын өзім түсінбеймін. Барлығы бұлай тез болады деп ойламағам ғой. Сол кезде мен жасай бастасаңыз, сонда барлық әлем сізге көмекке келеді деген сөзді түсіндім. Сеніңізші, бұл шынымен де сондай. Себебі Құдай шығармашылық, мақсатты, жетістікті адамдарды жақсы көреді. Солар үшін ол ерекше жағдайлар жасайды. Және де солғын, бастамасы жоқ, өзіне сенбейтін, әрқашан жылап отыратын адамдарды жақсы көрмейді. Қатты жел әлсіз өсімдіктер мен жеңіл заттарды оңай құлатады. Тоқтап қалған, өспейтін, қозғалмайтын заттың барлығы өмір сүруді тоқтатады. Шөптер, гүлдер, жануарлар, тіпті ағып жатқан су да қозғалыссыз суға айналады. Сол сияқты сіз бірдеңені қолыңызға алып қимылдай бастасаңыз, Құдай да сізге көмектеседі. Егер сіздің қызметіңіз тіпті бір адамның жетістікке жетуіне көмектесіп, оның өмір сүру деңгейін көтерсе, тағдырдың өзі сізге жәрдемші болады. Бай адамдардан менің арқасында сондай дәрежеге жеткендерін, қалай қол жеткізгендерін сұраңызшы. Олардың көпшілігі, мен шынымды айтсам, өзім де жауабын білмеймін. Жұмыс істеуді бастадым, қалғаны өзінен өзі болды деп жауап береді. 20 ғасырдың 70 жылдары 5 студенттің құрған жаңа компаниясы пайда болды. Олар жиналып фирма құру туралы келісті, алайда неден бастайтындарын білген жоқ. 2 жыл уақыт идея құрумен өтті. Олардың біреуі сәйкес логотипі бар футболка ойлап табады, және осы компаниялардың барлығы оны кие бастайды. Міне қаншама жылдан бері әлемдегі қаншама адам алда жаса, just do it деген жазуы бар футболкаларды киіп жүр. Бұл компания барлығыңызға мәлім спорттық киімдер шығаратын Nike компаниясы. 5-7 жыл ішінде олар біраз атақты фирмалардан озып кетті. Олардың жетістігінің құпиясы оңай, жай ойлағаннан бірден іске асырды. Спорттық киім шығаратын ірі әрі жетістікті компаниялардың біріне айналды. Сондықтан күмәндарыңызды артқа тастап, істей бастаңыз. Жетістік сізге өзі келеді. Жасым келмейді, бастапқы капитал жоқ, бизнес үшін заңдар дұрыс емес, немесе отбасылық жағдай кедергі келтіреді деген сылтауларды айтпаңыз. Өзіңіздің қимылсыздығыңызға жауап іздемеңіз. Себебі ақталатын сөздерді табу оп-оңай. Сіздің өміріңіз одан өзгермейді. Шешім қабылдап арманыңызға қарай беттегеніңіз дұрыс емес пе? Өзіңізді соған сендіруге тырысыңыз және қимылдай бастаңыз. Менің семинарларымнан кейін адамдар өз табыстарын келесі 2 айда барлық ережелер мен қағидаларды орындай отырып, 20-50% арттырғандар туралы мысалдар келтіреді. Сондықтан кітапта жазылғанның барлығына ақпарат жиынтығы ретінде қарамай, өз мақсатыңызға жетуге, жалған жолдарға соқтықпауға көмектесетін карта секілді өмірлік тәжірибе ретінде қабылдаңыз. Егер сіз қаржылық қауіпсіздікке қол жеткізсеңіз, негізгі соманың пайызына өмір сүре аласыз. Алайда бұл сіздің енді жұмыс істеуіңіз қажет емес дегенді білдірмейді. Көтерілуге болатын келесі баспалдақ әлі алда. Қаржылық қауіпсіздік. $500 $150-ге көбейтсек, $75,000. $75,000-дың 8% $6,000. $500 айлық кіріс, 150 формула. $6,000 12-ге бөлсеңіз, $500 12 айға бөлінеді. Қаржылық еркіндік. Сіздің ойыңызша жақсы өмір сүруіңіз үшін қанша ақша керек? Мысалы, өзіңіз қалаған затты сатып алу үшін саналы түрде
Анда-санда кафе-ресторандарға барып тұру үшін, Таиландқа барып демалу үшін айына $10,000 қажет делік. Сіз үшін бұл үлкен сома ма? Сіз өзіңізді осы сома сізде бар сияқты сезінуіңіз қажет. Осындай өмірге лайық екеніңізге сенуіңіз қажет. Өз қабілеттеріңізден күмәнданбауыңыз керек. Өзімді осылай ұстасам, бай болып кетпеймін деуіңіз мүмкін, бірақ мен егер өзіңізге сенсеңіз, боласыз деймін. Сіз дәл сондай көңіл күй туғызуыңыз керек. Ал енді $10,000 150-ге көбейтіп, $1,5 миллион алайық. Бұл сома үлкен емес. Егер сізде жақсы пәтер болса, немесе сіз мирасқор ретінде үлкен үй алсаңыз, сіз байсыз. Мысалы, 90-шы жылдардың басында жылжымайтын мүлік $5-7 мың тұрды. Көлігіңді сатып, пәтер алуға болатын. Қазіргі кезде сіздің 2-3 үлкен пәтеріңіз болса, сіз миллионерсіз. Өмір жақсарды. Көп ақша тапудың жолдары пайда болды. Бай болу мүмкіндігі қазір барлығында бар. Сондықтан жайсыз жағдайға, нашар конъюнктураға, жоғары салықпен әлемдік дағдарысқа сілтеп шағымданудың қажет жоқ. Барлығы өзіңізге байланысты екендігін есіңізден шығармаңыз. Жоғарыда аталған соманы жинақтаған кезде сіз қаржылық еркіндікке ие боласыз. Ол дегеніміз бұл соманы банкіге 8% жылдық мөлшерлемесімен салу негізінде сіз жылына $120 мың пайда түсіресіз. Оны 12 айға бөлсеңіз, ай сайын $10 мың таза табысқа жетіп, өз болашағыңыз туралы уайымдамауға қол жеткізесіз. Сіз ақшаға емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Көп адамдар осылай жасайды. Неліктен сізге бай әрі ауқатты адамдардың қатарына қосылмасқа? Сізде барлығы жақсы болады. Сіз басқа адамға айналып, өзіңізді бай адам ретінде сезінесіз және былай ойлайтын боласыз: мен бай адаммын, еркінмін, бейқаммын, мен енді ақша жайлы ойламасам да болады. Мен енді өзімді жеңіл сезем. Сіз осындай дәулеттілікке 5-7 жыл ішінде жете аласыз. Егер сіздің жүрегіңіз бен санаңыз бір бағытта жүрсе, егер сіз өзіңіз сізді жақсы көретін жақындарыңыз үшін күресуге дайын болсаңыз, бұны шындыққа айналдыру оңай. Бұл жағдай орын алғанда сіз өзіңізді сенімді сезінесіз және жаныңыз рахаттанады. Мынадай күлдіргі әңгіме бар. Бір жүргізуші бай жолаушыны үйіне жеткізеді. Жеткен кезде әлгі адам жүргізушіден қанша ақша беруім керек деп сұрайды. Жүргізуші $100 деп жауап береді. Жолаушы таңданып, сондай қымбат па деп сұрайды. Сонда жүргізуші кеше оның ұлын алып келгендігін және ол $200 бергендігін айтады. Оған жолаушы былай дейді: "Я, мен түсінемін, бірақ оның әкесі миллионер, ал мен жетіммін." Бай адамдар ақшаның не екенін, оның қалай табатынын және оны қалай жұмсау қажеттігін біледі. Ғалымдар зерттеу жүргізген. 4 маймылды алып торға отырғызып, жоғары жақтарына банан іліп қояды. Маймылдардың қарындары ашып, бананды алу үшін жоғары секіргенде, олардың үстінен суық су құйып жібереді. Біраз уақыттан соң олардың бананды қайтадан алғылары келіп, тағы да секіреді. Оларды тағы да сумен шаяды. Осылай бірнеше рет қайталанады. Кейіннен маймылдар бананға тек қарап отырады. Секіріп алуға қорқатын жағдай туындайды. Кейіннен торға жаңа маймылды отырғызады. Ол ештеңені білмей бананды алуға тырысқысы келеді, ал басқа маймылдар оған кедергі жасап тіпті ұрып тастайды. Біраз уақыттан кейін торға тағы бір маймылды қосады. Ол да бананды алғысы келеді, бірақ оны да тоқтатып ұрып тастайды. Торға түскен барлық маймылдарға осылай жасайды. Бұл жағдай маймылдар саны 12-ге жеткенше жалғаса береді. Содан соң ғалымдар өз тәжірибесі негізінде су жайлы білетін алғашқы 4 маймылды және солар тәрбиелегеннен кейінгі 4 маймылды тордан шығарып тастайды. Тек соңынан салынған маймылдарды ғана қалдырады. Және осыдан кейін торға жаңа маймылдарды қоса бастайды. Олар маймылдардың өздерін басқаша ұстайтынын сенеді. Алайда бастапқы сценарий қайталана береді. Бұрыннан отырғызылған маймылдар жаңа маймылдарды бананды алуға тырысқандары үшін ұра береді. Енді оны суға шайылып көрмеген маймылдарды қайталайды. Оларда банандарды тиісуге болмайды деген қатаң ой қалыптасады. Олар тыйымның себебін білмесе де, банан алу үшін ұмтылғандарды жазалай береді. Осындай стереотиптер адамдар өмірінде де кездеседі. Сіз бірдеңеге қол жеткізгіңіз келсе, сізге міндетті түрде кедергі жасайтындар табылады. Себебі бұл жасалуы тиіс нәрсе. Сізді қоршаған адамдардың естіген жағымсыз ақпараты немесе біреудің жағымсыз тәжірибесі оған себеп болуы мүмкін. Адамдар жағымсыз көп заттар айта береді.
райыңыздан қайтарғысы келеді, оның мүмкін еместігіне сендіруге тырысады. Өзіңізді қолға алыңыз, өзіңізге сеніңіз және ешкімнің сөзіне ермеңіз. Инвестициялау жолы, қаржылай еркіндік. 10 мың долларды 150-ге көбейтеміз, сонда $1,5 миллион шығады. 8% 1,5 миллион доллардың $120 мың. 120 мыңды 12 айға бөлсек, 10 мың доллардан сізге түсіп отырады. Сонда 10 мың доллар айлық кіріс 12 ай ішінде. Сіздің блокнотыңызға. Сізге алтын жұмыртқа туатын өз тауығыңызды жасау керек. Алтын жұмыртқа дегеніміз салған салымыңыз негізінде алып отыратын пайызыңыз немесе кірісіңіз. Өз отбасыңыздың қаржылық қорғанысын ұйымдастыру үшін 1 жыл ішінде жақсы өмір сүре алатындай соманы жинақтау керек. Мысалы, $500. Оны 12-ге көбейту арқылы $6,000 аласыз. Осы соманы жинақтамайынша көңіл көтеру және керексіз шығындар туралы ұмытыңыз. Сіз ең қажетті деген заттарды ғана ала аласыз. Қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сізге біртіндеп $75,000 жинау керек. Егер сіз осы соманы кез келген банкке 8% жылдық мөлшерлемемен салсаңыз, жыл сайын $6,000 алып отырасыз. Оны 12-ге бөліңіз, айына $500 шығады. Қаржылық еркіндік үшін $1,5 миллион жинау керек. Бұл соманы банкке 8% жылдық мөлшерлемемен салу арқылы жылына $120 мың кіріс табасыз. Оны 12 айға бөліңіз, ай сайын $10,000 пайда шығады. Бұл сізге болашағыңыз үшін қорықпауға мүмкіндік береді. Сіз ақша үшін емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Құдай шығармашылық, мақсатты, жетістікті адамдарды жақсы көреді. Солар үшін ол ерекше жағдайлар жасайды. Және де солғын, бастамасы жоқ, өзіне сенбейтін, әрқашан жылап отыратын адамдарды жақсы көрмейді. Инвестициялаудың ережелері. Ал енді қалай дұрыс инвестициялау керек екендігі туралы айтайық. Біз сыртқы ақпараттың құрбаны болып табыламыз. Кей жағдайларда ол шындыққа жанасады, кейде олай емес. Мысалы, жердің дөңгелек екендігін қайдан білесіз? Сіз оның дәл сондай екендігін көрмедіңіз ғой? Сізге біреулер солай деп айтты. Темекі тартудың зиян екендігі сізге мәлім. Бұл ақпарат темекі тарту немесе тартпауға ықпал етеді. Ақпарат шешім қабылдаудың негізі болып табылады. Сіз орындықта отырғанда ол 4 аяғы болғаны үшін мықты. Үй 4 қабырға негізінде тұрғызылады. Бұл тіреуші нүктелердің оңтайлы саны. Егер орындықтың бір аяғын алып тастаса, ол тұруы мүмкін, бірақ мықты болмайды. Сондықтан ақшаны да 4 бағытта инвестициялау қажет. Егер сіз тауда болсаңыз, өзеннің кішкентай бұлақтарды қалай жинайтынын көрген боларсыз. Дәл осы белгісіз кішкентай бұлақтар негізінде кішкентай көрінбейтін өзеннен үлкен сарқыраған тау өзеніне айналады. Осы қағида қаржы саласында да жұмыс істейді. Пайданың бір ғана көзін иелене отырып, сіз ешқашан бай бола алмайсыз. Сондықтан тек бір жалақыға ғана жұмыс істемеңіз. Ақша бұлақтар жасаңыз. Олар бір қаржылық ағынға қосылып, сіз ауқатты бай адамға айналдырады. Тіпті жоғары білімі туралы диплом сіздің бай болуыңыздың кепілі емес. Жалаққа қарайтын бір жұмыс сізді байытпайды. Кеңестік дәуірде барлығы бір жалаққа өмір сүрген. Және сол ақша өміріңізге жететін, тіпті артылып жинақтық кассада жинақтауға да жететін. Ол кезде байлық жөнінде ешкім ойламайтын. Нарықтық экономика жағдайында ауқаттылық пен дәулеттілік түсініктерінің жаңа деңгейін байқауымыз қажет. Өзімізді құлдыраудан, дефолттардан, дағдарыстық жағдайдан сақтау үшін кірістің көптеген көздерінен тұратын ақша ағымын құруымыз керек. Өзен туралы мысал, сіздің кішкентай қаржылық бұлақтарыңыз жиналып, сіздің ауқаттылығыңыздың үлкен өзеніне айналатындығын көрсетеді. Ол үшін сіз ақшаны саналы түрде басқаруды үйренуіңіз керек. Су туралы мысалдың үйрететіні көп. Судың қасиеттері ерекше. Оның түсі, тұрақты формасы жоқ, күйін өзгертеді, сұйық, газ тәрізді қатты, кез келген заттың формасына келеді, көп заттарды ертеді, жұмсақ бола тұра, су дамбыларды, көпірлерді, үйлерді бұзады, тіпті тасты да өтіп жібереді. Демек, үлкен күшке ие. Өзен оның жағасында өсетін өсімдіктер мен жануарларға өмір береді. Сол сияқты байлық та түрлі көздерден өзіне нәр алып, айналасына гүлдену мен жақсылық сыйлау керек. Нұрбеков, қолыңыздан саусақтарын жұдырық қылып біріктірмеңіз, барынша ашып ұстаңыз. Себебі алақаныңа сыйғаны сенікі болады.
Сонымен бірге сенің саусақтарың ашық болу керек, себебі саған берілгеннің бөлігі ата-анаңа, тағы бір бөлігі жақындарыңа, тағы бір бөлігі мұқтаж жандарға ағылып түсуі тиіс. Қалған бөлігін шайқап, алақаныңды үрлеп көру керек. Қалғаны сенікі болады. Және осы сені бай қылады, себебі өзен өз жолындағы барлық заттарға өмір сыйлайды. Ақша онымен жұмыс істей алатын адамның қолында болады. Әр қашан әріптесіңіздің, инвестордың қызығушылығын ескеруіңіз керек. Оның қызығушылығын білсеңіз, сіз ол үшін қызықтыратын ұсыныс жасай аласыз. Әр қашан алдымен инвесторлардың жоспарын, ниеттерін, мәселелерін біліп алыңыз. Сіздің ұсыныстарыңыз олардың мәселелерінің шешімі болуы тиіс. Сонда олар міндетті түрде келісім береді. Кіріс көздерін көбейту. Ақша ағашы. Оның біреуі қолма-қол ақша, екінші акциялар мен қорлар, жылжымайтын мүлік, компанияның бір бөлігі. Инвестиция үшін 4 бағыт. Нақтылық үшін 4 бағыт бойынша инвестициялау қажет. Олардың әрқайсының өз мақсаттары мен мүмкіндіктері болу керек. Бірінші бағыт сіздің банкте сақтайтын қолма-қол ақшаңыз. Оларға тиісуге болмайды. Басқа мақсат үшін шоттан алуға болмайды. Себебі ол сіздің қаржылық қорғанысыңызды қамтамасыз етіп тұр. Сонымен қатар ол сома әрдайым бөлініп отырған жылдық пайыз бойынша өсіп отырады. Екінші бағыт ол компанияның акциялары және құнды қағаздар. Бұл салада қиын ештеңе жоқ. Тек алғашқыда ғана барлығы өте қиын, әрі түсініксіз болып көрінеді. Жай ғана осы бағытты зерттеп көріңізші. Биржада акция алып көріңіз. Алдымен аз сомаға сатып алыңыз. Егер кенеттен бұл акцияларға баға төмендеп кетсе, ештеңе етпейді. Сіз тәжірибе аласыз. Уақыт өте келе барлығына үйренесіз. Дұрыс уақытта сатып және сатып алып, қажет акцияларға ақша салуды, бағаның ауысуынан ақша тауып үйренесіз. Бұл іспен айналысатындардың қызық ережесі бар. Олар барлығы қорыққанда акция сатып алады да, барлығы жоғарылауды күткенде сатады. Үшінші бағыт жылжымайтын мүлік. Ол ылғи бағалы. Оны сату оңай және ол тұрақты пайда алып келе алады. Бүкіл әлемде жылжымайтын мүлік капитал салымның тиімді түріне жатады. Егер сіз үй немесе пәтер сатып алғыңыз келсе, оны жетістікке жеткен адамдардан алыңыз. Тіпті сағат немесе туфли алсаңыз да кез келген орындардан емес, жақсы салондардан алыңыз. Әдетте адамдар базардан мен әлдеқайда арзан қалам деп айтады. Алайда барлығына да төлеу керек қой. Қымбатырағын салоннан алу арқылы сіз тек ақша төлейсіз. Егер базардан алсаңыз, сіз уақытыңызды да жоғалтасыз, себебі іздеу керек болады, ақшаны табуға болады, ал уақытты қайтара алмайсың. Біздің қағидаларымыздың мәні жұмыста өткізетін сағатымыздың санын арттырмай, өзіміздің жұмыс күніміздің уақытын арттырмай ауқатты адамға айналу. Сондықтан оқыту уақытты үнемдеуге, оны басқаруға, дұрыс қолдануға бағытталады. Тағы да қайталап айтамын. 3-5 жыл жақсылап жұмыс істеп, өміріңіздің қалған уақытында өз рахатыңызға жұмыс істеп, жақсы өмір сүрген дұрыс. Сондықтан жылжымайтын мүлікті сатып алғанда ауқатты адамдардан алуға тырысыңыз. Неге деп сұрайсыз ба? Себебі пәтердің қабырғаларының өзі иелерінің жағымсыз энергиясын, ұрыстарды, күйзелісті, жаман көңіл күйді, жағымсыз эмоцияларды сіңіріп алады. Одан біраз ақша қосып жақсы адамдардан алған дұрысырақ. Жанұялық бақыт, балалардың денсаулығы, отбасындағы гармония кез келген ақшадан артық. Ақшаны қайтып ала аласыз. Ал қабырғалар мен заттар өз иелерінің жағымсыз энергиясын, мәселелері мен сәтсіздіктерін жинап алады. Сондықтан үйіңізде ұрыспаудың барлық амалын жасаңыз. Сіз ақшаңызды үнемдеп, арзанырақ сатып алсаңыз, бұл сіздің өміріңіздің басқа жақтарына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Тіпті жылжымайтын мүлікті қайта сату үшін алсаңыз да бұл жақсылыққа пайда мен табысқа алып келмеуі мүмкін. Алып келсе де ақша су секілді кетіп қалады. Жалпы жаңа пәтер сатып алу керек, немесе өз үйіңізді салу керек. Себебі сіз өзіңіз үйіңізге жағымды эмоциялар, үміт пен арманыңызды саласыз. Сіз өз үйіңізде қалай тұратыныңызды елестетесіз, бөлмелерді бөлесіз, заттарыңызды қоясыз, өз үйіңіздің қабырғаларын жағымды энергияға толтырасыз. Сондықтан жаңадан салынған үйлерде жаңа пәтер сатып алуға тырысу керек. Төртінші бағыт компанияның бөлігіне айналу. Патент алу, авторлық құқық алу, лицензия, сақтандыру полисін алу, болашағы бар кәсіпорындарға тікелей инвестиция салу.
Сіз мұны оның жобаларына өзіңіздің ақшаңыздың бөлігін салу арқылы жасай аласыз. Бірнеше ұзақ мерзімді әрі жинақтаушы сақтандыру полистерін сатып ала аласыз. Ол сізге сенімділік береді, әрі сіздің болашағыңызды қамтамасыз етеді. Бұл бағыттардың тек біреуіне ғана салуға болмайды, себебі барлық жерде тәуекел бар. Барлық 4 бағытқа салым салу ғана сізге қаржылық тәуелсіздік пен қауіпсіздік қамтамасыз етеді. Жаттығу. Бизнеспен айналысқысы келетін бірнеше адамды, достарыңызды, жолдастарыңызды, әріптестеріңізді жинауға тырысыңыз. Олармен мынадай ойын ойнап көріңіз. Алдымен ақша ретінде доллардың, евро, рубль, теңге, сомның көшірмелерін жасап қойыңыз. Шынайы ақшалармен де ойнауға болады, егер мүмкіндік болса әрине. Содан соң жүргізуші кімге ақша керек деп сұрасын. Бірінші болып қолын көтерген адам ақшаның барлығын алады. Сонымен қатар барлығының ақша алуға құқығы бірдей. Осыдан кейін қалған ойыншылар инвестиция үшін өз идеяларын ұсынуы тиіс. Ақшаны алған адам кімнің идеясын алу керектігін өзі таңдайды. Бизнес жобалардың қайсысы тиімдірек және шынайы өмірге жақын екендігін қарап, ойыншылар арасында қаржыны бөліп салады. Бастысы оның мәселелерінің шешімі болатын идея ұсыну. Егер ақша алған ойыншының қызығушылығын тудырсаңыз, инвестицияның өзіңізге тиесілі бөлігін аласыз. Ақшаға ие болған әрбір ойыншы потенциалды инвесторға айналады. Енді әрбір адам өзінің бизнес жобасын толықтыратын қызметтер мен идеялар ұсына алады. Әрбір қатысушының мақсаты инвесторларды қызықтыратын, оларды сіздің идеяңызға ақшасын салуға мәжбүр ететін ұсыныс жасау. Қарапайым мысал, бір қатысушы құрылыс компаниясының директоры болып табылады және бірнеше көпқабатты үйлерден тұрғын үй комплексін салғысы келеді. Басқа қатысушы кірпіш шығаратын зауыттың директоры, оның мүддесін ескере отырып, нарықтық бағадан төмен бағамен кірпіш ұсынады. Тағы біреуі белгілі уақытта сапалы бетон жеткізуді ұсынады. Үшінші адам территорияны жайғастыру туралы келісімді ұсынады. Төртінші қатысушы жарнамалық компанияның иесі болғандықтан бөліскерлерді тарту мақсатында салынып жатқан тұрғын үй комплексінің жарнамасымен айналысуды ұсынады. Егер ұсыныс көңілінен шықса, инвестор өз ақшасының бөлігін береді. Содан соң ең көп ақша алған адам өзінің жоспарлары туралы айтады, идеялары, жобалары, ал қалған қатысушылар тағы да енді осы адамның мүдделерін ескеріп, оған идеяларын ұсынуы тиіс. Ойын кезінде ақша ылғи қолдан қолға ауысып отырады және осы кезде сіз маңызды затты түсінесіз. Әріптесіңіздің мүддесін есептеңіз, сіздің ұсынысыңыз оның мәселелерінің шешімі болу керек. Сол кезде сіз инвестицияның бөлігіне ие боласыз. Ойыннан кейін қорытындысын жазып қойыңыз. Бірінші, әрбір ойыншыда ақша алу мүмкіндігі болды, алайда барлығы оны қолдана алмады. Екінші, ақшасы бар адамның айналасында идеясы, ұсынысы, жобалары бар адамдар жүреді. Үшінші, ақшасы бар адам сенімді болады. Себебі енді ақшаны қайда бөлу керектігін сол шешеді. Сәйкесінше, инвестицияға мүдделі адамдардың барлығы соған барады. Төртінші, кейде саналы түрде немесе байқамай бөтен адамның арманының орындалуына кедергі жасаймыз. Ондай затты істемеу керек. Бесінші, адамдар өз ойларын дұрыс жеткізе алмайды және өз идеясын нақтылап айта алатын жандар сирек кездеседі. Оны міндетті түрде үйрену керек. Өмір мақсаттары. Көп адамдар 80-90 жасқа дейін өмір сүріп келіп, алдарына өмірлік мақсаттарын қоймайды. Өмір бізге бір рет беріледі және біз оны рухани жағынан, материалдық жағынан да әдемі, бай ете білуіміз керек. Әрбір таң атқан сайын біз өз мақсатымыз жайлы ойлау керекпіз. Бүкіл өмірлік мақсатың болсын, өз өміріңнің белгілі кезең үшін мақсат, белгілі уақыт үшін мақсат, жыл үшін, ай үшін, апта үшін және сағат пен минут үшін де мақсатың болсын. Төмен мақсаттарыңды жоғары мақсаттар үшін құрбан ете біл. Лев Толстой. Менің ұстазым бір күні енді оралған солдаттан қалай борышын өтегендігі туралы сұрады. Ол оның жолы болғандығын және оны солдаттар ас үйіне орналастырып, сонда жұмыс істегендігін айтады. Қасында тұрған адамдар оны қоштап, шынымен жолы болғандығын айтады. Ол кезде мен де солай ойлап тұрғам, бірақ менің ұстазым былай деді. Есіңе сақта. Өмір өте шолақ. 2 жыл өміріңді картоп аршуға кетіргенің дұрыс емес. Армияда көп затқа үйренуге болады. Әлсіз тұстарыңды жеңуге болады. Шынығып нағыз еркекке айналасың. Ал осынша көп уақытта ас үйде өткізу дұрыс емес. Адамдар жеңіл жолын іздейтіні белгілі. Алайда бұл өз әлсіздігіңді ақтау болып табылады. Ешқашанда өз уақытыңызды керек емес заттарға жұмсамаңыз.
Себебі сіздің өміріңіздің маңызды сәтінде, арманыңыздың орындалар кезінде сізге бірнеше сағат уақыт, тіпті минутта жетпей қалуы мүмкін. Өз мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Олар нақты жазылған болу керек. Бірақ өз алдыңызға жаһандық мақсаттар қоймаңыз. Себебі сіз ол мақсаттарға өз жалақыңыз тарапынан қарасаңыз, ол сізге орындалмастай болып көрінуі мүмкін. Және сіздің еңсеңіз түсуі мүмкін. Сіз өзіңізге деген сенімнен айырыласыз. Және мақсатыңызды жүзеге асыруды кейінгі жақсы уақыттар мезгіліне қалдырасыз. Үлкен мақсатыңызды кішкентай бөліктерге бөлсеңіз, өзіңізге оңай болады. Оған жетуге және біртіндеп басты мақсатыңызға жақындасаңыз, жеңіл болады. Қолжетімді бастапқы мақсаттан бастасаңыз да сіз үшін жақсы. Сол жолды оңай өткересіз, үлкен арманыңызға жетесіз. Неліктен көптеген адамдар өз мақсаттарына жете алмайды? Себебі олар өздерінің үлкен мақсатына қарайды. Олар оған лайықты, бірақ олар оны көріп мүмкін емес деп ойлайды. Сондықтан менің 4 үлкен мақсатым бар деп айтпаңыз. Сіздің санаңыз ғаламды және кішкентай мақсаттарды ажырата алмайды. Ол көлемге мән береді. Сана бір купюраны миллионға бағаламайды. Ол үшін ол бір ғана купюра. Ал $100 200 купюра сананы өзгертеді, себебі ол көлемді ғана сезеді. Мысалы, бала бұл қымбат ойыншық дегенді түсінбейді. Бала санға немесе көлемге мән береді. Ол үшін тек көп ойыншық немесе аз ойыншық деген түсінік қана бар. Ол үлкендердің қымбат немесе арзан деген түсіндірмелерін түсінбейді. Сол сияқты сіздің санаңыз үшін де көзбен көру арқылы сезіну маңызды. Ол көп ақшаны көргенде сезінеді. Сіз үлкен зауыт ашқыңыз келеді делік. Бұл жаһандық мақсат. Және сіз зауыт ашу үшін не істеу керектігін де білмейсіз. Неден бастау қажеттігін білмейсіз. Бірақ егер бизнес жоспар құрса, онда сіздің барлық қадамыңыз қарастырылады, барлық есептеулер жүргізіледі, барлық шығындар есептеліп баланс жасалынады. Егер сіз инвесторға барып өз идеяңызды айтсаңыз, ол нақты іс-қимыл жоспары мен анығырақ ақпаратты талап етеді. Егер сіз өзіңіздің жаһандық идеяңызбен банкке кредит сұрап барсаңыз, олар сізден бизнес жоспар сұрайды. Ешкім ақшасын тұманды ойға жібергісі келмейді. Сондықтан ең алдымен дұрыс бизнес жоспар құруды үйреніңіз. Ірі кәсіпорындарда басшы мен жетекші болатынын білесіз. Басшы жиі бұрын дайындалып қойған шешімдерге қол қояды. Ол кәсіпорынды басқарудың салаларында жиі құзыретті бола бермейді. Ал жетекші барлық жетістіктер мен мәселелерді жақсы біледі. Ағымдағы сұрақтарды шеше алады. Кадрлармен жұмыс істей біледі. Егер басшыны қызметтен босатса, ол жұмыссыз қалуы мүмкін. Ал егер жетекшіні жұмыстан босатса, ол қиналмайды. Себебі аз уақыттан кейін жаңа жұмыс тауып алатынын біледі. Себебі әлем дарынды әрі құзыретті адамдарға мұқтаж. Егер сіз кәсіби маман болсаңыз және өз ісіңізді жақсы көрсеңіз, онда кез келген басшы сізді өзінің компаниясына алып сенетін болады. Атақты Ford корпорациясының жетекшісі болып, көп жылдар бойы жұмыс істеп, содан соң жұмыстан шығарылған Ли Иакок туралы мысал соның дәлелі болып табылады. Фордтан жұмыстан қуылғаннан кейін оны тағы бір автомобиль гиганты Крайслерге жұмысқа шақырады. Мұнда да Ли Иакок өзінің жетекшілік ерекше қабілеттерін көрсетіп, Крайслерді жаңа деңгейге көтерді. Ал Форд Ли Иакок сияқты дарынды менеджерді жұмыстан шығарып тек жеңіліс тапты. Жақсы жетекші талап қоя біледі, бірақ әділетті, ол тәртіпті және жоспарлы тапсырмалардың орындалуын қадағалайды. Әрбір қызметкер үшін жақсы жағдайлар жасайды, барлық құрылымдардың жұмысын реттейді, адамдармен тіл табыса біледі және бүкіл кәсіпорынның жұмысын ұйымдастырады. Егер сіз жақсы әке болсаңыз, балаңыз сізден үлгі алатын болады. Егер сіз жетекші болсаңыз, бірақ тіпті өзіңізді де басқара алмасаңыз, сізге ешкім сенбейді. Жетекші ылғи өзінен бастайды. Егер сіз балаңызға жақсы әке екендігіңізді айтсаңыз, ол күлуі мүмкін. Себебі ол сіздің әлсіз тұстарыңызды біледі. Балалар ата-аналарының жасағанын, тіпті кемшіліктеріңізді де қайталайды. Егер өзенге жерде тұрып қараса, ол түзу ағып бара жатқандай көрінеді. Ал егер оған ағаштан қараса, оның ирелеңдеп ағатынын көруге болады. Себебі ол өз жолында кедергілерден өтеді. Сол сияқты адам да өз жолында мақсатына жету үшін кедергілерден өтеді. Сіз дұрыс бағытта жүру үшін әдейі кедергілер жасауға болады. Мұны жетекші жасай алады. Себебі ол қойылған мақсатқа жету үшін, ағымды дұрыс бағытқа бұру үшін кедергілер қою мүмкін.
Біз өзімізбен дәл осылай жасаймыз. Армандарымызды жүзеге асыру үшін өзіміздің ойымызды, эмоциямызды, мотивтерімізді, істерімізді басқарамыз. Нәтижеге жету біздің оны қалай жасайтынымыздан, біздің мақсатымызға деген көзқарасымыздан шығады. Біздің өзімізді басқара білуіміз, ойлануымыз, ойлаған ісімізді орындауға мәжбүрлеуіміз, жағымсыз сезімдерімізді тежейміз, осының барлығы біздің жоспарларымыздың шынайылығын анықтайды. Сократ былай деген: ештеңе істемейтін адам жалқау емес. Бар қабілетімен емес, одан аз жасайтындар жалқау. Қалай ойлайсыз? Ең жақсы заңгер, ол заңның барлығын білетін заңгер ма? Әлде қажетті жағдайдан дұрыс дәлел таба білетін заңгер ма? Ал ең ақылды адам, ол барлығын білетін адам ба? Әлде білімін қажетті жерде қолдана білетін адам ба? Айырмашылық бар ма? Сондықтан ылғи лидер бола біліңіз. Сіз бірдеңе істегеніңізді, немесе өзіңізбен жұмыс істегенде өмір талап еткендіктен емес, немесе өмірдің мәжбүрлеуімен жасамай, мұны махаббатпен жасаңыз. Егер сіз бірдеңе жасай алмасаңыз, шыдамыңыз жетпесе, ықыластылығыңыз, ерік күшіңіз жетпесе, өзіңізді кінәлауға асықпаңыз. Психогенетик ретінде сізге оның себебі сіздің геніңізде болуы мүмкін деп айта аламын. Бірақ уайымдаудың қажет жоқ. Оны жасауға болады. Ең басты сіз өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек. Өзіңіздің кемшіліктеріңізді түзетуге бағытталуыңыз керек. Ол үшін сіз өзіңізді жақсы жағынан өзгерте алатыныңызды анықтап алуыңыз керек. Және өзіңізбен жұмыс істеуіңізді бастауыңыз керек. Арман ойды жетелейді. Ой істі жетелейді. Кейде адамдар былай дейді: мен қатты қаладым, алайда менің қолымнан келмейді. Бұл жалған. Егер сіз қаласаңыз, шынымен тілесеңіз, сіз оған қол жеткізесіз. Күмәндар. Адамның ең жаман қасиеттерінің бірі күмәндана беру. Бірдеңе сатып ала отырып, сіз сатушы алдамай ма екен деп күмәнданасыз ба? Нәтижесінде солай болады. Өзіміздің сенімсіздігімізбен біз болашағымызды жасаймыз. Мүмкін ол сатушы басқа адаммен адал болатын шығар, бірақ сізді міндетті түрде алдайды. Сіз өзіңіздің күмәніңізбен оны алдауға мәжбүрлейсіз. Сондықтан ешқашан күмәнданбаңыз. Сізді қоршаған адамдарға сеніңіз. Өзіміздің сенімсіздігімізбен біз басқалардың өтірігін ақтаймыз. Өзіңіздің бизнесіңізді аша отырып, өз ісінің хас шеберлерімен жұмыс істеуге тырысыңыз. Мен өз компаниямды ашқанда тиісті жарнама бердім. Ең жақсыларды жұмысқа аламын. Шынымен де ең жақсылар жиналды. Сондықтан тек ең жақсы кадрларды алуға және өзінің ең жақсы мамандармен жұмыс істеуге тырысыңыз. Көп адамдар тиімді ұсынысты естігенде күмәнданады. Олар ақшасы қайтпай қала ма деп қорқады. Байлық дегеніміз сізде қазіргі кезде бар зат емес. Байлық әрдайым сізге жұмыс жасау керек және көбейе беруі тиіс. Әйтпесе сіз оны мәңгілікке жоғалтып алуыңыз мүмкін. Күмән туралы нақыл. Бір кедей қала тұрғындарының есігін қағып, қайыр сұраумен өмір сүреді. Бір күні ол қалаға кіріп келе жатқан алтын арбаны көреді. Арбада күліп ұлы король отырады. Кедей өзіне былай дейді: қиындықтар бітті. Менің кедей өмірім аяқталды. Жүзі жарқыраған мына король қалаға мен үшін келді. Ол менімен өзінің байлығын бөліседі. Сөйтіп мен тыныш өмір көшетін болам. Оның ойларының дәлеліндей корольдің бұйрығымен карета тоқтатылады. Король арбасын көре сала етпетінен жата кеткен кедей, оның жолы болды екен деп орнынан тұрып корольға қарайды. Сол кезде король қолын созып кедейге қарап былай дейді: сенде маған беретін не бар? Есі шығып таң қалған кедей не айтарын да білмей, бұл не король ұсынып отырған ойын ба? Ол мені мазақ қылып тұр ма? Бұл жаңа сән бе? Деп сұрайды өз-өзінен. Оның сөзінің астарын түсінбей, ол корольдің шынайылығына күмәнданып таңырқап қалады. Алайда корольдің әлі де болса күліп, қолын созып тұрғандығын көріп, өз қолын қол дорбасына салып бірнеше шымшым күріш тауып алады. Ол күріштің бір дәнін алып корольдің алақанына салады. Король оған рахмет айтып, ары қарай жолды жалғастыруға бұйрық береді. Аттар алтын арбаны ары қарап алып кетеді. Кешке қарай кедей өз қол дорбасына салған күріштің дәндерін алып қараса, арасында бір алтын дән болады. Сонда ол жылап тұрып, мен неге барлық күрішімді бермедім деп өкінеді. Сіздің блокнотыңызға бір ғана кіріс көзіңіз болса, сіз ешқашан бай болмайсыз. Сондықтан тек бір жалақыға ғана үміт артып отыра бермеңіз. Ақша бұлақтар құрыңыз. Олар бір қаржы ағынына бірігіп сізді табысты әрі бай етеді. Инвестиция үшін 4 бағыт:
банк шоты, акциялар мен қорлар, жылжымайтын мүлік, компания. Бұл бағыттардың тек біреуіне ғана салуға болмайды. Себебі барлық уақытта белгілі тәуекел болады. Тек 4 бағытқа да салынған инвестиция сізге қаржылық тәуелсіздік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Ешқашан өз уақытыңызды қажет емес істерге жұмсамаңыз. Себебі ең қажет сәтте сіздің арманыңыздың орындалуы үшін бірнеше сағат, мүмкін минут жетпей қалуы мүмкін. Үлкен мақсатыңызды кішкентай бөліктерге бөлсеңіз, өзіңізге оңай болады. Оған жетуге және біртіндеп басты мақсатыңызға жақындасаңыз, жеңіл болады. Қолжетімді бастапқы мақсаттан бастасаңыз да сіз үшін жақсы. Сол жолды оңай өткересіз, үлкен арманыңызға жетесіз. Біздің өзімізді басқара білуіміз, ойлануымыз, ойлаған ісімізді орындауға мәжбүрлеуіміз, жағымсыз сезімдерімізді тежейміз, осының барлығы біздің жоспарларымыздың шынайылығын анықтайды. Ақшаның рахатын қалай көруге болады? Бірінші, қайырымдылық. Екінші, өз мүмкіндігіңізді қалай пайдаландыңыз. Үшінші, дарын мен қабілет. Төртінші, хобби және ғанибет. Рахаттану ол ақылсыздардың бақыты. Бақыт парасаттылардың рахаты. Буфлер. Біз жиі ақшамызды қажеті жоқ жерде жұмсаймыз, ал инвестиция салғанда қорқамыз. Мұнда пайыз аз болса да салым қауіпсіз болады. Адам инвестиция салғанда жоғалтуы да мүмкін. Бұл түсінікті жайт. Қауіпсіздіктің емес, еркіндіктің артынан жүріңіз. Сізге қаржылай еркін болу керек. Жеңілу үшін емес, жеңу үшін ойнаңыз. Жинай алғаныңызша жинаңыз, өз болашағыңызды инвестициялаңыз. Былай деп айтпаңыз, мен 50 немесе 60 жастамын, бұл маған енді керек емес. Адам бақытты болған жылдарын емес, сәттерін санайды. Өз болашағыңызға инвестиция салыңыз. Өмір өз еңбегіңнің нәтижесінен туындайтын қуанышты жылдар бойы емес, сәттер бойы сезіну деген сөз. Біздің көпшілігіміз көршілеріміз немесе туыстарымыздан артық тұрамыз, және де біздің балаларымыздан артық өмір сүріп жатырмыз. Қазір бізде жетістікке апарар мүмкіндігіміз көп, және тек ақша ғана сіздің қандай деңгейде екендігіңізді көрсетеді. Кейбір адамдарда ол өте төмен. Өзіңіз үшін жаңа деңгей шығарып көріңіз. 20 жыл бұрын әлем өзгеріп, көптеген мүмкіндіктер пайда болды. Ал көпшілік адамдар 20 жыл бұрынғы көріністермен өмір сүреді. Ақшамен қалай рахаттануға болады? Мен сіздерді тек сіздердің ақшаларыңыз болсын деп қана емес, бақытты, табысты болуларыңыз үшін оқытам. Мен кедей, бірақ бақытты, бай әрі бақытсыз адамдарды көрдім. Бірінші, қайырымдылық. Әлемде мұқтаж жандар өте көп. Байлардың ең жақсы қасиеттері басқаларға көмектесу ниеті. Басқалардың көмегінсіз бірдеңеге жетем деген адам көп қателеседі. Бірақ басқа адамдар оның көмегінсіз де өмір сүре алады деп ойлаған жандар 2 есе қателеседі. Кейбіреулер былай дейді: менде қазір ақша жоқ, бай болғанда міндетті түрде көмектесем. Бұл өз-өзіңізді алдау. Егер сіз қазір $100 2,5% бере алмасаңыз, немесе 10%, кейін миллион болғанда өзгереріңіз екіталай. Себебі онда үлкен сома болады. Сондықтан қазір қанша ақшаңыз болса да, $10 немесе $1 болса да, соның 25 центін беріп отырыңыз. Бұл қазірден бастап ереже болуы тиіс. Сонымен бірге мынаны есіңізде сақтаңыз. Егер сіз қызғанып, қазір сол ақшаны бермесеңіз, өмір өзі ол ақшаны сізден инфляция, ауру, сіздің шашыраңқы мінезіңізден болсын, бәрібір алып қояды. Сіз бермейінше қайта алмайсыз. Библияда былай жазылған: берген адамның қолы кедейленбесін. Және бұл солай. Екінші, өз мүмкіндігіңізді қалай пайдаландыңыз? Біреу кедейлік дегеніміз молшылық деген екен. Айналаңда жетістікке жеткен ауқатты адамдарды көргенде айырылып қалуды бастан кешіру, өзіңнің қызғанып қарауға тұрмайтын жағдайыңды ақтау үшін қандай ерік күш болуы тиіс. Кедейлік дегеніміз бұл мираспен беріледі. Егер бала жоқшылықта өмір сүрсе, ол оны міндетті зат ретінде қабылдайды. Оған лайықты үлгі болар адам жоқ. Оның дұрыс мысалы да жоқ. Біз қазір армандағанымыздай өмір сүрмегенімізге балаларымыз кінәлі емес. Біз оларға ең күшті өмір сыйлауымыз керек. Әр қашанда өз іс-әрекетіңді ақтап, оған сену оңай болып табылады. Ал бірдеңені өзгерту қиынға соғады. Мен өз ауылымнан кеткенде анам менен:
қайда баратынымды сұрады. Мен өз өмірімнің барлығын ауылда өткізуге дайын емес екендігімді және өзімді бүкіл әлемді көруге лайықты екенімді айттым. Оған ол былай деп жауап берді. Қал, менің өмір бойы жинаған мүлігім сенікі болады. Мен көз жүгіртіп кішкентай үй, 5 сотық жер, үй малы және ұсақ заттарды көрдім. Ауылдағы өмір бір сарын деді. Жазда шөп шауып, оны кептіріп, қыста сол шөппен малды бақтық. Күзде мал сатып, қажет заттарды сатып алатынбыз. Және бұл өмір сүрудің ең нашар түрі емес. Қалада да көпшілік осылай өмір сүреді емес пе? Тек басқа форматта. Күнде жұмысқа кетеді, күні бойы үстел үстінде отырады, ал кешке үйіне келіп телевизор қарайды. Дәл сол өмір болып табылады. Тек ауылдық өмір қарқыны қаланың өміріне ауысқан. Мен туған ауылымнан кеткенде менің анам мені жібергісі келмей жылады. Бірақ мен табанды түрде өз өмірімде бірдеңені өзгерткім келетінін, әлемді көргім келетінін айттым. Әлемнің маған берген мүмкіндігін қолданғым келеді. Менің ұстазым маған әлемнің барлығы сен үшін жаралған. Қажеттінің барлығын алуға дайын болуың керек. Сонымен бірге есіңде болсын, сенде ештеңе жоқ. Тіпті өз терің де саған бағынбайды. Себебі сен оны басқа әлемге алып кете алмайсың. Бұл түсінік өзімшіл болуға көмектеседі. Бір данышпан адам өз балаларына былай депті. Намыс, құрмет, батылдық сені қайда жүрсең де король етеді. Алайда барлық корольдарда мұндай сапа жоқ. Сіз кім болсаңыз да, қайда болсаңыз да, не істесеңіз де, әрқашан мына ережені есте сақтаңыз. Құдайға сену және өз-өзіңізбен шынайы болу. Мүмкіндік туралы нақыл. Бір күні бір ер адам түн ортасында оянып, қасынан періштені көреді. Ол әлгі адамға оны керемет болашақ күтіп тұрғанын айтады. Оған бай болуға, қоғамда құрметке ие болуға және керемет әйелге үйленуге мүмкіндік болады. Ол ер адам өз өмірін сол дәулетті күтумен өткізеді. Алайда ештеңе өзгермейді. Ол өмірінің соңына дейін жалғыздықта және кедейшілікте өтіп, өледі. Ол жұмақ қақпасына көтерілгенде сол баяғы періштені көріп, өкпелеп, сен маған байлық, құрмет пен әдемі әйелің болады деп уәде берген едің ғой. Мен өмір бойы соны күтумен болдым. Ақыры ештеңе де орындалған жоқ. Мен саған ондай уәде бергем жоқ, деп жауап береді періште. Мен саған бай, құрметті, әрі сүйікті адам болуға мүмкіндігің болады дедім. Ер адам таңғалады. Сенің не айтқың келіп тұрғанын түсінген жоқпын. Есіңде ме? Сен бір кезде өз бизнесіңді ашқың келді. Алайда барлығын жоғалтып алам ба деп қорқып, ештеңе істемедің. Және басқа ешқашан бірдеңе істеуге ұмтылмадың да. Ер адам келіскендігін білдіріп басын изеді. Біраз жылдан соң осы идея басқа адамның ойына келді. Ол оны жүзеге асыруға қорыққан жоқ. Есіңде ме? Ол елдегі ең бай адамдардың біріне айналды. Қаланы қиратқан жойқын жер сілкінісін есінде сақтауың керек. Мыңдаған адамдар қираған үйлердің астында қалды. Сол кезде сенің көп адамды құтқаруға мүмкіндігің болды. Алайда сен ұрылар үйіңді тонап кетеді деп қорқып, ешқайда шықпай отырдың. Сондықтан сен басқалардың көмек туралы жалынғанын естігің келмей, үйіңде қалдың. Ер адам қатты ұялып басын изеді. Бұл сенің көп адамды құтқарып, елге құрметті болатын мүмкіндігің еді, дейді періште. Сосын есіңде ме? Саған сары шашты әйел қатты ұнайтын. Сен оны теңгерімсіз деп есептедің. Алайда ондай әйел саған тұрмысқа шықпайды деп ойладың. Қабыл алмауынан қорқып, оған ештеңе ұсынбады. Ер адам тағы да басын изеді, және бұл жолы көзінен жас шықты. Я, досым, ол сенің әйелің болар еді. Сендердің әдемі, әрі дені сау балаларың болатын еді. Сенің ұрпағың жалғасар еді. Біздің барлығымызға әр күн сайын мүмкіндіктер беріледі. Алайда өзіміздің қорқынышымыз бен батылсыздығымыздан біз оларды жүзеге асыра алмаймыз. Үшінші, дарын мен қабілет. Алдымен бір оқиғаны айтып берейін. Дүниеде бір жақсы дауысқа ие жігіт өмір сүреді. Жігіт ән салғанда көрермендер алдына шыққанды қатты ұнатады. Ол күндердің күнінде әлемдік жұлдыздар ән салатын Миландағы Ла Скала опера театрында ән салуды армандайды. Бірақ ол музыкалық білім алғаннан кейін өмір сүру үшін елді аралап ән салуға мәжбүр болады. Бір күні қалалардың бірінде
қойылым арасында оған бұрынғы танысы келіп, мұнда не істеп жүргенін сұрайды. Жас жігіт отбасын асырау үшін ән айтып жүргендігін айтады. Мен оны айтып тұрғам жоқ, сен мұнда не істеп жүрсің? Деп сұрағын қайта қояды. Айтып тұрмын ғой, отбасымды асырау үшін жұмыс істеп жүрмін деп таңырқап жауап береді жігіт. Сонда досы былай дейді. Жоқ, мен оны айтып тұрғам жоқ. Саған армандарыңды жүзеге асыру үшін тағдырдың берген мүмкіндіктерімен не істедің? Әрбір адамның бір дарыны болады. Бұл дарын сіздерге адамдарға қуаныш сыйлау үшін беріледі. Өз дарыныңызды жүзеге асыру арқылы сіз жетістікке жетесіз, мойындауға жетесіз және әрине ауқаттылыққа жетесіз. Әлгі жігіт досымен сөйлескеннен кейін ұзақ уақыт өзіне келе алмай ішімдік ішіп алады. Ал келесі жолы сахнаға шыққанда барлығын ұмытып беріліп ән салады. Ол бар құштарлығымен ән айтады. Аяқтаған кезінде зал оған тұрып қошемет көрсетеді. Театрдың директоры оның керемет дауысын бағалап, оған тұрақты жұмыс ұсынады. Бірақ ол өз арманына жетем деп бас тартады. Бұл Энрико Карузо болатын. Әрбір адамға берілетін өз мүмкіндігін жайлы ұмытпаңыз. Сонымен қатар есіңізге сақтауға тырысыңыз. Ақша өз дарынын жүзеге асыратын адамдарға қызмет етеді. Тіршілік ету үшін өз дарыныңызды шашпаңыз. Өз дарыныңызды жүзеге асыру арқылы сіз өз арманыңызды жүзеге асырып, қаржылық тәуелсіз бола түсесіз. Тағдырдың берген кішкентай мүмкіндігін де қалт жібермеңіз. Тек сонда ғана сіз бақытты боласыз. Ғалымдар бақыт деген не деген тақырыпта зерттеу жүргізеді. Бақыт тек саған ғана тиесілі зат емес екен деген қорытындыға келеді. Сен басқа адамға қуаныш, шабыт, үміт, мейірім бергенде бақытты боласың. Ал бұдан бақытың азаймайды, тек көбейе түседі. Төртінші, хобби және ғанибет. Әрқашан демалыспен өзіңізге ғанибет сыйлайтын істерге уақыт қалдырыңыз. Менің ұстазымның берген ең жақсы ақылы, егер 3 жыл ішінде сенің жұмысың өзің қалаған өмірді сүруге мүмкіндік бермесе, ол жұмысты таста. Егер ол сені рухани немесе материалды түрде жаңа деңгейге көтермесе, өзің мақтана алатындай белгілі нәтижелерге қол жеткізе алмасаң, ол жұмыстан кет. Авиценна айтпақша, сен бір орында тұра беретін ағаш емессің ғой. Егер сізді бұл жерде түсінбесе, басқаларды өз көзқарасыңызға сендіріп, уақытты өткізіп қайтесіз, одан да жай кетіп қалған жақсы. Өзіңіз қаламаған жерде қалудың қажеті жоқ. Мүмкін басқа жақта сіз үшін ашылатын есік бар шығар. Ал мұнда нені күткеніңіз белгісіз отырсыз. Ал әрең дегенде соған шешім қабылдап, немесе өмір сізді өзгеруге мәжбүр еткенде ол есікке біреу кіріп қоюы және ол сіз үшін жабылып қалуы мүмкін. Әрине, мен жұмыстан бекер кеткенімді білгенім. Мен оған үйреніп қалған едім. Аз болса да тұрақты жалақым бар еді. Ал жаңа орында жақсы болатынына кепілдік жоқ. Үрдісте болғысы келетін адамдар осылай айтады. Оларға нәтиже маңызды емес. Ақшамен қалай рахаттануға болатынын түсіндіңіз бе? Сіз жоғарыда айтылған тарауларды оқығанда ғана бақыт пен жетістік алып келеді. Ақша бақыттың катализаторы болып табылады. Ол сіздің мақсатыңыз бола алмайды. Ол қуаныш, сенімділік, басқаларға көмек беруге құлшыныс алып келе алады. Сіздің қабілеттеріңізді қолдануға және балаларыңыздың дарынын ашуға жағдай жасайды. Сіз жағымды эмоцияларға толы мазмұнды өмір сүруіңіз керек. Бастысы осы. Сіздің блокнотыңызға. Адам инвестиция салғанда жоғалтып алу мүмкіндігі бар екендігін біледі. Қаржылық еркін адам болу үшін қауіпсіздікке емес, еркіндікке ұмтылыңыз. Жеңіліп қалу үшін емес, жеңу үшін ойнаңыз. Әлемде мұқтаж жандар өте көп. Бай адамдардың ең жақсы жағы басқа адамдарға көмектесу ниеті. Басқа адамдардың көмегінсіз өмір сүрем деген адам қателеседі. Ал басқалары оның көмегінсіз өмір сүре алады деп есептейтін адам 2 есе қателеседі. Ақша өз дарынын қолдана білетін адамға қызмет етеді. Жай ғана тіршілік ету үшін өз дарыныңызды сарп етпеңіз. Өз дарыныңызды жүзеге асыру арқылы сіз өз арманыңызды жүзеге асырасыз және қаржылық жағынан тәуелсіз адам боласыз. Тағдырдың сізге берген кішкентай мүмкіндігін де қолдана біліңіз. Сонда ғана бақытты боласыз.
Егер 3 жыл ішінде сенің жұмысың өзің қалаған өмірді сүруге мүмкіндік бермесе, ол жұмысты таста. Егер ол сені рухани немесе материалды түрде жаңа деңгейге көтермесе, өзің мақтан алатындай белгілі нәтижелерге қол жеткізе алмасаң, ол жұмыстан кет. Ақша бақыттың катализаторы болып табылады. Ол сіздің мақсатыңыз бола алмайды. Ол қуаныш, сенімділік, басқаларға көмек беруге құлшыныс алып келе алады. Сіздің қабілеттеріңізді қолдануға және балаларыңыздың дарынын ашуға жағдай жасайды. Кедергілер. Қайталаулар, құмырсқа философиясы, бас тартулар мен жұмыс істеу жолы, мәселелер, құлдыраулар, ауру, аяушылық, түңілу. Қиындықтар адамда оны жеңуге мүмкіндік беретін қабілеттерді туғызады. Филлипс. Мысал келтірейін. Ағаштарда баптайтын бағбан бақты суару үшін өзімен су көтеріп жүрмейді. Ол тек судың ағуы үшін кедергі келтіретін заттарды шығарып, арықты тазалайды. Сөйтіп бақ гүлдеп, жеміс береді, бірақ ағаштарға кедергі келтіретін басқа да факторлар бар. Бұл бүкіл баққа жылдам таралатын арамшөптер мен зиянды шіркейлер. Бұл да бақтың гүлдеуіне бөгет болатын кедергілер болып табылады. Сіздің жолыңызда қандай кедергілер болуы мүмкін? Сіз белгілі бір өнім ұсынасыз деп ойлайық. Бұл жерде сіздің ұсынысыңыздан бас тартты, содан соң екінші жерде, сосын тағы да үшінші жерде. Уақыт өте келе сіз өзіңізге деген сенімділіктен айырыласыз. Және өз өніміңіздің тиімділігіне және сапасына күмән келтіре бастайсыз. Немесе сізде бір идея пайда болады, сіз оны жүзеге асырғыңыз келіп, досыңызға айтасыз. Ал ол былай дейді: сен өзіңді басқалардан ақылдымын деп есептейсің бе? Егер бұл идея шындыққа жанасатын болса, басқалар баяғыдан бері оны қолданатын еді ғой. Сіз өз идеяңызды тағы бір адамға айтасыз, мысалы жақын туысыңызға. Ол да сіз үшін қуанбайды. Жағымсыз жағын көреді. Сіз үшінші адамға айтасыз. Ол да бұл идеяны қолдамайды. Сізді айнытуға тырысады. Біртіндеп сіз мойып кетесіз. Бірақ сіздің достарыңыз бен туыстарыңыз ешқашан бай болмаған. Олар өз тәжірибесіне сүйенеді және сол үшін осындай ақылды кеңестер береді. Олар осылай жасау арқылы сізге және сіздің ақшаңызға қамқорлық жасадық деп ойлайды. Бірақ мұндай кеңестерден кейін сіздің өз идеяңызды жүзеге асырам деген ойыңыз жойылып, өзіңізге деген сенімділіктен айырыласыз. Күмәнданып, өз жоспарларыңыздан бас тарта бастайсыз. Біраз уақыт өткеннен кейін әйтеуір біреу сіздің идеяңызды жүзеге асырғандығын көресіз және оның қолынан келді. Өжеттіктің үлгісі. Бір адам сәтсіздіктерге ұшырай беріп, 1831 жылы банкротқа ұшырайды. 1835 жылғы сайлауда ол кандидаттыққа өтпей қалады. 1835 жылы оның қалыңдығы қайтыс болады. 1836 жылы оның жүйкесі сыр беріп ауырады. 1843, 1846, 48, 55 жылдардағы парламент сайлауында жеңіліс табады. 1856 жылы да оның вице-президент боламын деген үміті ақталмайды. Ал 1858 жылы ол сенаттағы сайлауда жеңіледі. Бұл адамның есімі Авраам Линкольн еді. Және 1860 жылы ол Америка құрама штаттарының президенті болады. Күресуді тоқтатқан адам жеңіліс табады. Жеңіліс тапқан адам үшін өмір қолданылмаған мүмкіндіктердің зиратына айналады. Батыл адам берілген барлық мүмкіндіктерді қолданады, тіпті жаңасын ойлап табады. Қайталаулар. Мен мүмкін емес жағдайды жасаған сақтандыру агент туралы оқып едім. Ол өзіне сенімсіз, батылсыз мінезді еді. Адамдармен еркін араласа алмайтын адам еді. Компанияда оны әлсіз сақтандыру агенті деп есептейтін. Ол барлығы бір-бірін танитын ауылда тұрды. Бұл ауылда супермаркет болды. Оның иесі ешкімнің айтқанда көнбейтін бай адам болды. Тіпті тәжірибесі жоғары сақтандыру агенттерінің өзі оның мүлкін сақтандыра алмайды. Ал осы жігіт сол адамға сақтандыру полисін сатамын деп өзіне мақсат қояды. Оның қолынан келетініне ешкім сенбеді, тіпті оны мазақ қылатындар да болды. Өз дегеніне жету үшін әлгі жігіт былай істейді. Ол күн сайын саябаққа келіп, орындыққа отырып былай дейтін: сен менен полис сатып аласың. Сен менен полис сатып аласың. Тек осыдан кейін ғана супермаркеттің иесіне кіреді. Сонда да күн сайын оған бас тартумен жауап береді.
Алайда бір күні супермаркеттің иесіне оның келе беретіндігі әбден жалықтырды да ол былай дейді: тыңдаңызшы, мен сізден шаршадым. Менің сізбен жұмыс істегім келмейтіндігін түсінбейсіз бе? Сақтандыру агенті еш алмастан былай деп жауап береді: мен өз арманыма ұмтылып жүргендіктен мен табандымын. Супермаркеттің иесіне бұл қызық болып көрінеді де, ол: сіз күнде менің бас тартуымды есту үшін келесіз бе? Басынан бастап нәтижесі мүмкін емес екендігін біле тұра келе берудің қажеті не? Бұған сіздің армандарыңыздың қатысы қанша? Деп сұрайды. Мен сізге келіп күнде жаттығам деп байсалды жауап береді жігіт. Жаттығам дегеніңіз қалай? Деп қызыға сұрайды клиент. Жігіт былай деп түсіндіреді: мен сізге келіп бас тартқаныңызды естігенде менің арманымды орындауға деген ниетім сол қалпында екендігіне өзімді сендірем. Мен өзіме деген сенімімді жоғалтқым келмейді, сондықтан алға ұмтылам. Мен сізбен кездескенде менің табысты адам болуға деген құштарлығым арта түседі. Сізбен кездесуден шыққаннан кейін мен міндетті түрде бір полис болса да сатам. Мен өзімнің табандылығымды, біреуді сендіре білу қабілетімді жаттықтырам. Және сізбен кездесуден шыққан соң менде барлығы дұрыс болады. Супермаркеттің иесі оған таңданыспен қарап, бірнеше минут ойланып отырып, сосын сақтандыру полисін сатып алуға өзі ұсыныс білдіреді. Және тіпті тәжірибелі агенттер де армандамаған соманы ұсынады. Ненің арқасында жігіт барлығына қол жеткізеді? Қайталау ережесінің арқасында. Зерттеулер бойынша сіз өніміңізді бірінші рет ұсынғанда одан бас тарту мүмкіндігі 95% екендігі дәлелденді. Мұндағы уәж қарапайым. Сіз барлығын жақсылап ойланып, толғанып, содан соң ғана ұсындыңыз. Сіздің клиентіңіз мұны алғаш рет естіп тұр. Сондықтан оған қабылдау қиынға соғады. Нейрондар есіңізде ме? Міне, нейрондар арасындағы мықты байланыс қайталау кезінде қалыптасады. Қайталау кезінде берілген қабылдау стереотипі құрылады. Сондықтан өз еркінен тыс сіздің клиентіңіз уақыт өте келе сіздің ұсынысыңыз жайлы ойлана бастайды. Өткен дәуірде ғана Кеңес одағы тұсында адамдар идеясы бойынша отан үшін өз өмірлерін де қиюға дайын болады. Патриоттық тәрбие өз отанның нағыз қорғаушыларын шығарды. Адамдар олар туралы олар өз өмірлерін дұрыс іс үшін құрбан етті деп айтатындарын естеріне ала отырып, өз өмірлерін қиюға дайын еді. Олардың ескерткіштеріне гүл шоқтарын әкелінеді. Сонымен қатар барлығымыз сол кездегі 28-ші панфиловшылар гвардиясы секілді ерлік жасап, батыр болуды армандадық. Осындай көңіл күй қалай жасалынатын? Әрбір елді мекенде дауыс зорайтқыш орнатылып, белгілі идеялық бағытта уағыздар айтылатын. Осылайша адам санасында бағыт пайда болып, ойлау қабілеті қалыптасады. Кез келген қайталаулар адам санасына қоныстанады. Бұл ереже бизнесте де қолданылады. Мақалды есіңізге түсіріңізші, онда егер адамға 10 рет сен итсің деп қайталай беретін болса, 11-ші ретте ол үрет делінген болады. Сондықтан сіз адамға бірінші рет келгенде, ол сіздің идеяңызды қабылдауға дайын болмайды. Сіз оған екінші рет барғанда 80%-ға бас тартатыны белгілі болады. Үшінші рет жағымсыз жауап алу пайызы 70-ке түседі. Тек 9-шы ретте ғана пайыз 95%-ға төмендеп, сіздің табысыңыз нақты болады. Сондықтан сіз кезекті бас тартудан кейін өзіңізге былай деңіз: қандай керемет, бас тарту мүмкіндігі 10%-ға төмендеді. Келесі жолы оң жауап алу мүмкіндігім жоғары болады. Тәкаппар қалыппен алға жылжыңыз. Әр қашанда әрбір бас тартуды естіген сайын жеңісіңізге көтеріліп бара жатырмын деп есептеңіз. Сонымен қатар әр қадам сайын сіздің шеберлігіңіз бен кәсіпқойлығыңыз арта түседі. Бұл қағиданы білмейтін әрбір адам өзіне деген сенімнен айырылып, еңсесі түсіп, өз шешімінен бас тартуы мүмкін. Бұл қағидаларды білу сізге әр қашанда жақсы нәтижеге жетуге көмектеседі. Себебі бұл табысты адамдардың тәжірибесі негізінде қол жеткізілген заңдылық. Бұл сізді табысқа жетелейді. Өз мақсатыңызға жету жолында тұрып қалмаңыз. Әр қашан талпынысыңызды тоқтатпаңыз. Табандылықтың жақсы мысалы адам сәтсіздікке ұшыраған сайын еңсесі түспей алға жылжи беруі. Бұл Эдисонның мысалы. Жаңа өнер табысты ашқанда ол 500 рет тәжірибеден өткізеді. Сәтсіздіктен сәтсіздікке ұшырай берді. Ешкім табысқа жету мүмкіндігіне сенбеді, барлығы кетіп қалды. Оның тек бір ғана шәкірті қасында қалды.
Ол Эдисоннан: «Ұстаз, біз 500 рет жасап көрдік, ештеңе шықпады. Барлық қызметкерлер кетіп қалды. Ал сіз күн сайын барлығы жақсы сияқты жақсы көңіл күйде, сонда құлшыныспен келесіз» деп сұрады. Эдисон күліп былай деп жауап берді: «Бірақ шын мәнісінде ісіміз жақсы жүріп жатыр. Барлығы тамаша». Шәкірті ұстазының оптимизмін түсінбей тағы да сұрайды: «Неліктен ісіміз жақсы жүріп жатқандығын маған түсіндіріп беріңізші? Ойлашы, біз 500 жол білеміз, енді олармен жүрмейміз». Оптимистер әрқашан болашақтағы дұрыс шешімге және табысқа сенеді. Бұл оларға мақсаттарына жетуге көмектеседі.